Мектеп жанындағы балалар арасында әлімжеттік немесе буллинг жиі тіркеледі. Келеңсіздіктің алдын алу, түсіндіру жұмыстарын жүргізу мектеп ұстаздары мен ата-аналарға ортақ міндет. Мектеп білім мен тәрбие ордасы. Әр баланың қалыптасу жолында білім ошағының алар орын ерекше. Дегенмен әр баланың өтпелі кезеңінде ортаға үйренісу, әсіресе жаңадан келген оқушылардың сыныптастарымен қарым-қатынасының жақсарып кетуі басында қиындық туғызып жатады. Жалпы мектепте, колледжде әлсіз балаларға күш көрсету, кемсіту, қатарластарынан бөліп тастау жиі болатын жайт. Жасөспірім шақтағы мінездегі құбылыстарды байқап, балаларға дұрыс бағыт беру педагогтар мен ата-аналарға ортақ міндет. Бопсалау, әлімжеттік деген көбінесе енді спорт саласындағы балалардың жасөспірім шақта өзінен әлсіз балаларға қолданатын күші деп айтар едім. Және сонымен қатар бала оның барлығын әлеуметтік желіде, YouTube, TikTok сияқты әлеуметтік желілерден көріп жасайды және отбасындағы тәрбиеден деп есептеймін. Бұл проблеманың шешімі менің өзім ойымша білім саласында біз тәрбие сағаттарымен шектелмейміз. Ең басында, жыл ортасында, жыл аяғында осы тақырыпта біз сауалнама оздырылады. Сол сауалнама нәтижесінде әлеуметтік бопсалауға тап болған балаларды анонимді түрде анықталады. Одан соң оның сыныбындағы балалармен жұмыс жүргізіледі. Аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері кәмелетке толмаған балалардың арасындағы түнгі мезгілде ата-анасыз жүру, алкогольдік ішімдік ішу, бұзақылық жасау факторлары тіркелгенін, олардың ата-анасымен жан-жақты түсіндіру жұмыстары жүргізілгендігін жеткізді. Әлімжеттік қоқан-лоққы көрсету бойынша білім ошақтарында жасөспірімдермен кездесулер өтіп тұрады екен. На территории Бурлинского района имеется 25 школ и 2 колледжа. Бөрлі ауданы аумағында 25 мектеп, 2 колледж орналасқан. Кәмелетке толмағандар арасында бопсалау фактілері осы жылы тіркелген жоқ. Өткен 2023 жылы бір іс тіркелген. Бұл Бөрлі колледж кәмелет жасқа толмаған студенттері арасында орын алған. Еліміздің көптеген мектептерінде әлімжеттік салдарынан артық өлімге барып жатқан жайттарда аз емес. Сондықтан мектеп ұжымы, ата-ана, полиция бөлімі бірлесе отыра үнемі түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отыру қажеттігі туындайды. Өтепберген Қарасай, Марат Жұмағалиев, Ақжайық, Ақпарат.